Бәріне сәлем. Қазір мен сіздерге оңай дәмді панкейк рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге май, ұн, 3 жұмыртқа, қант, сүт, тұз керек болады. Ең алдымен жұмыртқаның сарысы мен ақуызын айырып аламыз. Біз ақуызды шетке ала тұрамыз. Қазір біз сарысымен жұмыс жасаймыз. Сарысын миксермен сәл араластырамыз. Қанттың жартысын қосып араластырамыз. Сосын қанттың қалғанын бәрін қосып, ақ пена болып кеткенше араластырамыз. Міне осындай. Енді сүттің бәрін қосып жібереміз де араластырамыз. Осылай ісіп пена болуы қажет. Ұнымызды електен өткізіп, қайта араластырамыз. Содан соң майымызды қосып, тағы араластырамыз. Кезек ақуызымызға келді. Миксеріміз көріп тұрғандарыңыздай таза. Қазір кішкене араластырып, кішкене тұз қосып, қатты формасын ұстап тұратын пена болғанша араластыруымыз қажет. Енді осы екі массаны бір-біріне қосып, лопатка немесе ожаумен араластыратын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы жолмен араластырсаңыздар болады. Бізде осындай масса шығады. Оны қызып тұрған сковородкада пісіреміз. Міне нәтижесінде осындай жұмсақ, ісіп тұратын панкейк шығады. Астарыңыз дәмді болсын.